Армысыздар, қазақ елі. Өткенде алғашқы эфиріма көптеген комментарийлар жазылып жатыр. Сіздердің ыстық ықыластарыңызға, сағынышты сөздеріңізге, ақ тілек баталарыңызға мың алғыс. Менің алғысым шексіз. Ол бір шабыт береді, әрине, күш береді, қуат береді. Соның ішінде енді белсенділер деп мамайды да қосып, сол мамайға жаңағыдай тіл тигізбеңдер деген сияқты бір ойлар айтылған екен. Енді негізімен мамайды белсенді деп түсінбеймін, ол енді арандатушы деп түсінем. Оған енді айып етпеңіздер. Бірақ та негізі әрине бір жағынан менің ойымша қазір мына барлығын ой саралап, ойдан өткізсе, ойланып, онда жаңағы соншама арандатушыларды әшкерелей бергеннің де пайдасы шамалы деп ойлаймын. Өйткені халық қазір енді көз ашылды, кімнің кім екенін біледі. Енді білмесе, түсінбесе, оны уақыт көрсетеді, өздері де ұғынады. Мен енді бір байқағаным, мен мына түрмеде отырғанда газеттер келеді бізге. Енді Төреғожина ханым, ол кісі керемет қолдау көрсетіп отырды. Жұма сайын кәдімгідей почтамен келіп отырды бізге, газеттерге отырды. Сол саяси оппозициялық газеттер. Соның ішінде енді көптеген ақпаратты сол арқылы біліп отырдық. Әйтпесе сырттан телефонмен сөйлессең де көп нәрсе ести алмайсың. Жұмасына бір 15 минут қана сөйлесесің. Сол газеттерде мен бір байқағаным, Қосанов, баяғы халықты алдап соққан Қосановтың қаншама мақалалары жүр. Ол үнемі беріп отырады, мақаланы жазып отырады. Сонда сол Қосановтың мақалаларын оқысаңыз, анау керемет бір оппозиционер. Сөздері бәрі өте керемет. Анау жазғанда барлығын ақтарып тұрып, бүкіл былықтарын биліктің әшкерелеп тұрып, солай керемет қылып жаңағы жазады мақалаларын. Енді соған өткенін білмеген адам керемет мұны бір халыққа жаны ашитын сондай адам деп ұғынады оны. Сондықтан бұл қой терісін жамылған шибөрілерді анықтау ол қиындау негізі. Соған көп көңіл аудара беріп те керек жоқ деп ойлаймын қазір. Ал енді мынау көзге ұрып көрініп тұрған Мамай, ол енді Әблязовтың аудармашысы болып отыр тек қана. Әблязов не айтты? Оның партиясында барлығында ұқсастырып, аударып алып, сонымен халыққа ұнап, халыққа жағып отырған жайы бар. Өте шешен сөйлейді, жақсы сөйлейді, ойын бәрін терең жеткізеді ол да. Ол да журналист, Қосанов та журналист. Мен бұларды неге айтып отырмын? Қазіргі уақытта мысалға негізі сол арандатушыларға көңіл аудара беріп керек жоқ. Сол көңіл аударып, соларды әшкерелейміз деп әуреленіп жүріп, қазір біз өзіміздің белсенділердің бастарын қазір ыдырап кетті бәрі. Біз мысалы мынау өткен бір жыл болды, біз шыққанда түрмеден олар бөлек-бөлек бір-бірімен ұрысып, бір-біріне ренжісіп бөлініп кеткен. Ол енді өз ішінен жай пайда болмайды ғой. Ол жаңағы жұмыстың арқасы, осы белсенділердің арасына іріткі салу жұмысының арқасында іске асқан мәселе бұл. Енді басымыз бірікпесе, онда бізде қуат жоқ, күш жоқ. Және бұл жердегі ең үлкен өкініш ол мынау халық. Халық көріп отырған ел бұл жерде жаңағы көңіл қалады, қарап отырады. Бұлардың басы бірікпейді, бұлар қайдан ел өзгереді деп көңілі қалып қолын сілтейді. Билікке де керегі сол. Сондықтан әрбір елдің болашағын ойлаған адам көп осындай арандатушыларға көңіл аудара беріп керек емес. Өйткені оны жасап отырған көбіне билік. Олар сіздерді осы ойға әкелу үшін жасайды. Көңілдеріңіз қалып, қол сілтеп, осы күніме де тәуба деп отыру үшін, сондай ой қалыптастыру үшін жасалады оның барлығы. Сондықтан оған көп көңіл аудара беріп керек жоқ. Және мынау белсенділердің арасында жаңағыдай басу айтқан жаңағыдай комментарийлар да бар екен. Керек емес, бір-бірін жамандамаңдар деп. Ол өте дұрыс. Жамандамауымыз керек. Өйткені ол жамандау маңызы шамалы. Негізі кімнің кім екенін, жақсының жақсысын айт, нұр тассын дейді. Жаманның жаманын айт, беті қайтсын. Жаманның жаманын айтамыз деп жүріп, біз жаңағы көп жақсы нәрседен айырылып қалып жатқан сияқтымыз. Қаншама ауызбіршілікте отырған, жақсы қызмет жасап жүрген белсенділер қазір ыдырап кетті, өкінішті.
олар мен сенетін адамдардың барлығы ыдырап кетті. Негізі кезінде Дулат марқұм кімді болсын үйіне қабылдай беретін. Енді сол қазір ойлаймын дұрыс деген екен. Өйткені кімді болсын қабылдай беру, әйтеуір солай келіп халықтың басы бірігеді. Халықтың басы бірігуін ойлау керек. Сондықтан бір-бірімізді әшкерелеуді тоқтату керек, және оған басу айтатындар әрине, былайша айтқанда оның маңызы зор. Ол енді ақиқаты артынан да ашылар. Қазіргі уақытта халықтың басын қосу ең басты мәселе. Сол ағайын, мен осыны айтқым келді. Негізі Мамай ол түрмеге қамалып шықса, Мәсімов та түрмеге қамалып шықты, қамалды, қазір отыр. Енді Құдай біледі, ол қайда отыр, түрмеде отыр ма, қайда отыр, оны да Құдай біледі. Өздеріңіз білесіздер, қаншама әкімдер, соттар, судьялар, мысалы, барлығы да сотталып жатыр ғой. Оның барлығы сол системаның, жүйенің ішінде жүрген алаяқтар, былай қарағанда. Тек қана ұнамай қалғанын соттап жібереді, болды. Әйтпесе бәрі алаяқ оның ішінде жүргендер. Халыққа қарсы жұмыс істеп отырған адамдар. Қазір мінекей белсенділерін соттап жатқандардың өздері де, былай қарасақ, халыққа қарсы ғой олардың да. Заңсыз, ештеңесіз соттап жатыр. Өз көзімізге көрініп тұрған осы. Сондықтан ауызбіршілікті ойлау керек қашанда. Біз бір болсақ, сонда ғана бір жақсылық, өзгеріс келеді. Осы ағайын айтайын дегенім. Негізі сол ойдың түйіні сол, көбіне әшкерелейім деп жүріп, өзіміздің асылдарымыздың елдің болашағы үшін ұмтылып жүрген білімді, өр, мінезді бауырларымыздың бетін қайтарып, оларды да сатқынға айналдырып жіберіп жатқандаймыз. Содан сақтанайық. Соны байқауымыз керек, сол жағынан сақ болайық.